Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып басқарудағы бақылау және тиімділікті бағалау. Бұл заманауи басқару жүйесінің негізгі функциялары. Басқару процесінің табысты жүзеге асуы бақылау және тиімділікті бағалау функцияларына тікелей байланысты. Бақылау ұйым қызметінің жоспарланған бағытта орындалуын қамтамасыз етсе, тиімділікті бағалау қабылданған басқару шешімдерінің нәтижелілігін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл функциялар басқарудың барлық кезеңдерінде маңызды роль атқарады. Ұйымның тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Олар басқару процесінің кері байланысын қалыптастырады және үздіксіз жетілдіруге жол ашады. Бақылау ұғымы және оның мәні. Бақылау бұл ұйым қызметінің нақты нәтижелерін жоспарланған көрсеткіштермен салыстыру және ауытқуларды анықтау процесі. Бақылаудың негізгі мақсаты ұйым қызметінің белгіленген жоспарға сәйкес жүзеге асуын қамтамасыз ету. Қадағалау басқару шешімдерінің орындалуын үздіксіз бақылау және мониторингтеу. Анықтау қателіктер мен ауытқуларды уақытылы табу және диагностикалау. Түзету анықталған проблемаларды жою үшін шаралар қабылдау. Тиімділік басқару процесінің жалпы тиімділігін арттыру. Бақылаудың басқару жүйесіндегі рөлі бұл ажырамас бөлігі болып табылады және жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация функцияларымен тығыз байланысты. Бақылаусыз басқару жүйесі тиімді жұмыс істей алмайды. Процесті аяқтау, басқару циклінің толық аяқтауын қамтамасыз ету, кері байланыс, тиімді кері байланыс жүйесін қалыптастыру, сапаны арттыру, шешімдердің сапасын жоғарылату және тұрақтандыру, ұйым қызметін тұрақты деңгейде ұстау. Бақылаудың негізгі мақсаттары мен міндеттеріне келетін болсақ, негізгі мақсаттары ол жоспардың орындалуы, деңгейін дәл анықтау, ұйым қызметінің нәтижелілігін объективті бағалау, ресурстардың тиімді пайдалануын үздіксіз қадағалау. Ал маңызды міндеттері нақты көрсеткіштер мен деректерді жинау, ауытқулардың түбірлік себептерін анықтау, түзету әрекеттері мен ұсыныстарын әзірлеу, болашақ жоспарлау үшін негіз дайындау. Бақылаудың түрлері бақылау жүзеге асу уақытына байланысты үш негізгі түрге бөлінеді. Әрбір түрі өзінің ерекшеліктері мен қолдану аясына ие болып бірлесіп кешенді бақылау жүйесін құрайды. Алдын ала бақылау жоспарлау кезеңінде жүзеге асырылады және қателіктердің алдын алуға бағытталған. Проблемалар пайда болғанға дейін оларды болдырмау қажет. Ағымдағы бақылау ол ұйым қызметі барысында үздіксіз жүргізіледі. Жұмыс процесін оперативті түзетуге мүмкіндік береді. Нақты уақыттағы реакция. Қорытынды бақылау ол қызмет аяқталғаннан кейін жүргізіледі және нәтижелерді бағалауға, болашақ үшін тәжірибе жинауға бағытталған. Бақылау процесінің кезеңдері ол стандарттарды белгілеу, нақты және өлшенетін көрсеткіштерді, стандарттарды анықтау. Бұл кезең барлық келесі бақылау әрекеттерінің негізін қалайды. Нәтижелерді өлшеу, ұйым қызметінің нақты нәтижелерін жинау және объективті өлшеу, дәл деректер алу маңызды. Салыстыру, жоспарланған және нақты нәтижелерді жан-жақты салыстыру, ауытқуларды анықтау. Талдау, ауытқулардың себептерін терең талдау, олардың маңыздылығын бағалау. Түзету шаралары, аяқталған проблемаларды жою үшін нақты түзету шараларын қабылдау және іске асыру. Бұл кезеңдердің жүйелі және сапалы орындалуы бақылаудың жалпы тиімділігін айтарлықтай арттырады. Тиімділік ұғымы бұл қойылған мақсаттарға жету деңгейі мен пайдаланылған ресурстардың арақатынасы. Басқаруда тиімділік ұйым қызметінің нәтижелілігін көрсететін негізгі көрсеткіш болып табылады. Тиімді қырлары бұл экономикалық тиімділік, әлеуметтік тиімділік және ұйымдастырушылық тиімділік. Басқару тиімділігін бағалау көрсеткіштері. Бұл көрсеткіштер басқару сапасын жан-жақты талдауға мүмкіндік береді. Біріншіден ол еңбек өнімділігі, яғни қызметкерлердің жұмыс өнімділігі, уақыт бірлігінде шығарылатын өнім көлемі немесе қызметтің көлемі. Бұл көрсеткіш ұйымның жалпы тиімділігін көрсетеді. Шығындар деңгейі, өндіріс пен басқару процесіндегі жалпы шығындар, олардың оптималдылығы мен бюджетке сәйкестігі. Қаржылық нәтижелер, табыс, пайда, рентабелділік және басқа қаржылық көрсеткіштер экономикалық тиімділіктің негізгі өлшемдері. Жоспардың орындалуы, белгіленген жоспарлар мен мақсаттардың қаншалықты толық орындалғаны, уақытында аяқталуы. Қызметкерлер қанағаттану, қызметкерлердің жұмыс жағдайларынан, басшылықтан және ұйымнан жалпы қанағаттану деңгейін көрсетеді. Негізгі көрсеткіштердің өзара байланысына тоқтайтын болсақ,
Барлық тиімділік көрсеткіштері бір-бірімен тығыз байланысты және бірі жақсарту басқаларына да оң әсер етеді. Мысалы, қызметкерлердің қанағаттануын арттыру еңбек өнімділігін жоғарылатып, қаржылық нәтижелерді жақсартады. Яғни олар өнімділік, процестер, қаржы, адамдар және мақсаттар бір-бірімен тығыз байланысты. Тиімділікті бағалау әдістері ол салыстырмалы талдау әдісі. Бұл әдіс ұйымның көрсеткіштерін басқа ұйымдармен немесе салалық стандарттармен салыстыруға негізделген. Экономикалық талдау қаржылық көрсеткіштерді терең зерттеу, рентабельділік пен тиімділікті есептеу әдістері. Көрсеткіштердің жүйесі ол KPI жүйесі, Balanced Scorecard және басқа кешенді бағалау құралдары. Сараптамалық бағалау тәжірибелі сарапшылардың пікірлері мен кәсіби бағалауларын қолдану және мониторинг, аудит. Үздіксіз мониторинг және мерзімді аудит арқылы тиімділікті бағалау. Әдістерді дұрыс таңдау және қолдануды бағалау нәтижесінің дәлділігі мен сенімділігі айтарлықтай арттырады. Бақылау мен тиімділікті бағалаудағы қиындықтар ол көптеген қиындықтар туғызады, яғни бұл алдын ала оған дайын болу қажет. Ақпараттық қиындықтар, яғни ақпараттың толық болмауы, деректердің сапасыздығы немесе уақытылы түспеуі бұл дұрыс шешімдер қабылдауды қиындатады. Көрсеткіштердің мәселесі, көрсеткіштердің дұрыс таңдалмауы, олардың мақсаттарға сәйкес келмеуі немесе өлшеудің қиындығы. Субъективті бағалау әртүрлі бағалаушылардың пікірлерінің сәйкес келмеуі және жеке қатынастардың әсері. Қарсылық қызметкерлердің бақылауға теріс көзқарасы, оны бас бостандықты шектеу ретінде қабылдауы, жасырын қарсылық көрсетуі. Бұл қиындықтарды басқару жүйесін жетілдіру, ашықтықты арттыру және қызметкерлерді үрдерістерге қатысу арқылы азайтуға болады. Қиындықтардың жеңу стратегиясына ұсынылатын шешімдер ол ақпараттық жүйелерді автоматтандыру және цифрландыру, смарт критерийлер бойынша көрсеткіштері әзірлеу, объективті бағалау әдістерін қолдану, ашық және түсінікті бақылау мәдениетін құру, қызметкерлерді үдеріске тарту және оқыту. Қазіргі жағдайда бақылау және тиімділікті бағалаудың маңызы жоғары. Қазіргі нарықтық экономика жағдайында маңызы ерекше. Жаһандық бәсекелестік пен тез өзгерістер жағдайында бұл функциялар ұйымның тіршілігін қамтамасыз етеді. Бақылау сапасын арттыру, тұрақты бақылау мен бағалау басқару шешімдерінің сапасын жоғарылатады және қателіктерді азайтады. Бәсекеге қабілеттілік ұйымның нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін күшейтіп, артықшылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Стратегиялық шешімдер негізделген деректерге сүйене отырып, стратегиялық шешімдердің дұрыстығын қамтамасыз етеді. Ал тұрақты даму үздіксіз жетілдіру мен ұйымның ұзақ мерзімді тұрақты дамуына ықпал етеді. Цифрлық технологиялар мен бақылау заманауи технологиялар мен бақылау мен бағалау процестерін түбегейлі өзгертуде. Жасанды интеллект, үлкен деректерді талдау, бұлтты технологиялар басқаруда жаңа деңгейге көтерілді. Технологиялық артықшылар нақты уақытта деректерді жинау және талдау, автоматтандырылған есеп беру жүйелері, болжамды аналитика мен трендтерді анықтау, визуалды дашбордтар мен интерактивті есептер, қашықтықтан бақылау мүмкіндіктері бұл технологиялық заманауи қазіргі артықшылықтар. Бақылау мәдениетін қалыптастыру бұл тиімді бақылау үшін ұйымда оң бақылау мәдениеті өте маңызды. Бұл қызметкерлердің бақылаудан қорқынышы емес, дамудың құралы ретінде қабылдануды білдіреді. Ашықтық принципі бақылау критерийлері мен әдістері барлық қызметкерлерге түсінікті және ашық болуы тиіс. Конструктивті кері байланыс бақылау нәтижелері жазалау үшін емес, дамыту мен жетілдіру үшін қолданылуы керек. Қатысу мен жауапкершілік қызметкерлерді көрсеткіштер белгілеу және өзін-өзі бақылау процесін тарту және үздіксіз оқыту қызметкерлерге бақылау құралдарын қолдану бойынша тұрақты оқытуды ұйымдастыру. Тиімділікті арттырудың практикалық жолдары қысқа мерзімде 3 айға дейін, орта мерзімде 6 айға дейін және ұзақ мерзімде 12 айға дейін. Қысқа мерзімде нақты көрсеткіштер жүйесін енгізу керек, есеп беру форматтарын стандарттау, базалық мониторинг орнату қажет. Орта мерзімде автоматтандырылған бақылау жүйелерін іске қосу, қызметкерлерді оқыту, алғашқы нәтижелерді талдау. Ұзақ мерзімде бақылау мәдениетін нығайту, жүйені оңтайландыру, үздіксіз жетілдіру циклін қалыптастыру. Халықаралық тәжірибеде мысалы алатын болсақ, Toyota өндіріс жүйесінде үздіксіз жетілдіру философиясы кайзен және тиімділік бақылаудың қатаң жүйесі арқылы Toyota әлемді көшбасшы болды.
Google OKR әдісі Objective and Key Results әдісі Googleге нақты мақсаттар қою және олардың орындалуын тиімді бақылауға мүмкіндік береді. Amazon метрикалары Amazon мыңдаған көрсеткіштерді үздіксіз мониторингілеу арқылы клиенттерге тамаша қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Табысты бақылау жүйесінің мысалын алатын болса, қазақстандық ірі өндіріс компаниясы кешенді бақылау жүйесін енгізгеннен кейін тиімділігі 35%-ға артты. Бастапқы жағдайда бақылау жүйесі жоқ, шығындар жоғары, жоспарлар орындалмайды. Жүйе енгізу, KPI көрсеткіштері, автоматты есеп беру, апталық мониторинг. Алғашқы нәтижесі 3 айда шығындар 15%-ға қысқарды, өнімділігі 20%-ға өсті. Ал тұрақты жетілдіруге жеткені жылдық нәтижесі тиімділік 35%-ға артты. Пайда 2 еселенді. Негізгі статистика және зерттеулер бойынша жетістік ықтималдығы 70%, тиімді бақылау жүйесі бар компаниялардың стратегиялық мақсаттарға жету үлесі 70%-ды құрады. Үздіксіз мониторинг жүргізетін компаниялардың пайдасының орташа өсу коэффициенті пайданың өсу 2,5 есе болды. Автоматтандырылған бақылау жүйесі арқылы басқару уақытының үнемделді 45%-ға және ашық бақылау мәдениеті бар ұйымдардағы қызметкерлердің қанағаттану көрсеткіші 80%-ға дейін өсті. Болашақ трендтермен дамуы жаңа технологиялар және басқару тәсілдерімен байланысты. Жаңа технологиялар жасанды интеллект, болжамды аналитика және автоматты аномалиялар анықтау, блокчейн деректердің қауіпсіздігімен өзгермейтін есеп беру, сенсорлар, нақты уақытта деректерді жинау, үлкен деректер, кешенді талдау және терең инсайттар. Басқару тәсілдері бойынша agile бақылау, икемді және жылдам реакция, проактивті мониторинг, проблемаларды алдын ала болжау, өзін-өзі басқару, қызметкерлердің автономиясын арттыру және тұрақтылық көрсеткіштері, экологиялық және әлеуметтік жауапкершілікті мойындау. Назарларыңызға рахмет.